Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде жаратылыстану сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көлеңкені өзгертуге бола ма? Ендеше сабағымызды көңілді бастау үшін мына өлең жолмақтарын айтып көрейік. Мен айтамын, ал сендер қайталайсыңдар. Жаратылыстану сабағын жақсылап оқып аламыз. Сәулесі деп сананың бәрін зерттеп табамыз. Жарайсыңдар. Балалар, бүгінгі сабақта біз көлеңкені өзгертуге болады ма екендігі жайлы айтатын боламыз. Сабағымызды бастамас алдын мына сұрақтарға жауап беріңдерші. Жарық сәулесі қалай таралады? Көлеңке дегеніміз не? Жарық денеге келіп түскен кезде дененің келесі жағында пайда болатын қараңғы дақ. Шынайы өмірде көлеңкенің өте үлкен болуымен кездестіңдер ме? Қай кезде көлеңке үлкен болады? Жақсы балалар, ал енді тақырыбымызға кірісейік. Балалар, оқулыққа назар аударыңдаршы. Негеш пен Эврика көлеңке театрына қойылым көріп отыр екен. Көлеңкесі бойынша кейіпкерлерді тани алдыңдар ма? Ертегінің атын тауып көріңдерші. Бұл бауырсақ ертегісі. Қоянның көлеңкесі неліктен қасқырдың көлеңкесінен үлкен? Театр артистері көлеңке өлшемдерін қалай өзгертеді деп ойлайсыңдар? Болжамдарыңды айтып көріңдерші. Жарайсыңдар балалар. Ал енді топпен зерттеу жұмысын жасап көрейік. Көлеңкенің өлшемі қандай шамаларға тәуелді? Бұл зерттеу жұмысында көлеңкенің өлшемі қандай шамаларға тәуелді екенін білетін боламыз. Ол үшін бізге қажетті заттар доп, жарық көзі және сызғыш. Жарық көзі мен доптың арасындағы арақашықтықты алдымен 150 см қылып аламыз. Содан соң көлеңкенің шамамен өлшемін кестеге жазамыз. Келесі 100 см қылып арақашықтық аламыз. Ал енді 50 см. Кестені толтырып болдыңдар ма? Жарайсыңдар балалар. Жарық сәулесі денеге келіп түскенде, дене оның жолына кедергі болады. Кедергі, яғни дене үлкен болса, оның көлеңкесі де үлкен болады. Ал кіші дене жарық сәулесінің жолына аз кедергі жасайды, сондықтан оның көлеңкесі кіші болады. Дегенмен, біз кіші дененің көлеңкесін үлкейтіп, үлкен дененің көлеңкесін кішірейте аламыз. Көлеңкенің өлшеміне дене мен жарық көзінің арасындағы арақашықтықта әсер етеді. Олардың арақашықтығын ұзарта немесе қысқарта отырып, көлеңкенің өлшемін өзгерте аламыз. Қазір бұл тәсілді көлеңке театрларында көп пайдаланады. Балалар, ойланып көріңдерші, ненің көлеңкесі болмауы мүмкін? Алдымен тәжірибе жасап көрейік. Ол үшін сіріңке шиін жағып 10-15 см қашықтықта қабырғаға тақап көреміз. Шидің көлеңкесі көрінеді, бірақ оттың көлеңкесі түспейді. Қабырғадан сіріңке шиін жағылған оттың көлеңкесі неліктен көрінбейді? Жарық келесі бір жарық арасынан ешқандай кедергісіз өте алады. Ендеше балалар, бір сергіп алайық. Жақсы демалып болсақ, топтық жұмысқа кірісейік. Бірінші топ ерте заманда уақытты қалай білген? Осы сұраққа жауап іздейсіңдер. Екінші топ көлеңкені пайдалана отырып, қысқаша қойылым көрсетесіңдер. Ал үшінші
екінші топ жарық сәулесінің түсуіне байланысты дененің көлеңкесін саласыңдар. Балалар, көлеңкені қалай қолдануға болады? Көлеңке театры, күн көзінен қорғану, көлеңке сүйгіш өсімдік өсіру үшін қолдануға болады. Ерте кезде уақытты анықтау үшін күн сағаттары қолданылған. Оның жұмыс істеуі көлеңкенің түсуімен байланысты болған. Сондай-ақ қазақ халқы ерте кезден аспан денелерін, оның ішінде күн сәулесін уақытты анықтауда қолданылған. Енді естеріңде болсын. Көлеңке мөлдір емес затқа жарық сәулесі түскенде пайда болатын қараңғы дақ. Көлеңкенің үлкен не кіші болуы дененің өлшеміне және оның жарық көзімен ара қашықтығына байланысты болады. Өте жақсы балалар, сендер бүгін жақсы жұмыс жасадыңдар. Ендеше сабағымызға кері байланыс жасап көрейік. Үш сөзбен әдісі арқылы жасаймыз. Оқушылар, сендер алдымен өздеріне берілген 12 сөздің ішінен өздеріңе бүгінгі сабақтағы көңіл күйлеріңді сипаттайтын 3 сөзді таңдап аласыңдар. Сол 3 сөзді таңдау арқылы сабаққа деген өз ойларыңды білдіресіңдер. Жарайсыңдар балалар, бүгін жақсы жұмыс жасадыңдар. Сендерге көп-көп рахмет. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.